Сәлем достар, бүгін біздің сериалымыздың алғашқы сахнасын бастаймыз. Енді біздің командамыз бар. Команданың қыздары біріншісі сценарий және режиссер Аруна. Сәлем. Түсірмеш текст жазып жатырмын. Жарайды. Біздің екінші костюмер қыз Ақмарал. Сәлем. Үшінші біздің басты рөлді сомдайтын қыз Шахризат. Жарайды. Мен де басты рөлді сомдайтын қызбын. Менің атым Дина. Ойбай, Не отыр? Қане қыздар? Не қалды? жарайды, қазір свет қосылады. Біз барамызды далаға түсірілімді бастаймыз. Не қалды? Кімсіз? Мынау кім? Көке, сіз кімсіз? Аман ағай ма? Сөйлемейді ғой. Естіп жатсыз ба? Естісіз ба? Мынау бір тик-токтың дыбысы екен ғой, бұлар да бір. Ой, сәлем балақай. Қалдарың қалай? Өлі айтамыз ба? Айтайық. Ақмантайлы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып. Қошақаның қайда екен? Ай, жарайсыңдар. Сендер өлең кісі айтасыңдар ғой. Кеш, мен қасым отырыңдаршы, бірге айтайық. Жоқ, барма, біз мамамыз айтты ғой, танымайтын адамдарға бармасын деп. Атың кім сен, балақай? Сен мектепте оқисың ба? Иә. Сен сондай әдемі екенсің ба? Ішім пісті. Не істесем болады? Ішім пісіп кетті. Вау! Мам! Далада қар жауыпты. Далаға шығайықшы. Біздің студиямызға қаламыздың түрлі нүктелерінен бейне бақылауға түсіп қалған дәл осындай көріністер келіп жатыр. Құзырлы органдар бұл мәселені үлкен проблема деп жариялап жатыр. Арнайы қылмыстық операция жарияланғаны жасырын емес.
Балалардың педофилдерден сақтануы біріншіден ата-аналар балаларына бейтаныс адамдармен сөйлеспеуін, ұсынған сыйлықтарын алмау керек екенін қатаң ескертуі керек дейді құзырлы органдар. Егер де балаңызға бөтен адам жақындаған сәтте адамдар шоғырланған жерге барып көмек сұрауын әлден үйретіп қою әрбір ата-ананың сақтық парызы деп қосты полиция департаментінің басшысы Исмаил Алданов. Мама, далаға шығайықшы. Доча, мультик көре тұршы. Мама, мен мамадықтан мұндат бұрдым. Доча, сен маған сериалды көргізбедің ғой? Бар кенш тез. Рахмет, мама. Ура! Мам, дүкенге барайықшы, тәтті жегім кеп тұр. Мамау. Ту, қызым. Мына ақшаны алды, қалағаныңды алда кел тез. Қызым, бұлардың барлығына ақшаң жетпейді ғой. Мүмкін мынаны ғана аларсың. Жоқ, мен барлығын алғым кеп тұр. Мен қазір анамнан қосымша ақша сұрап келейін. Екен ақшаң. Әй қыз, тоқташ. Тоқта. Сен тәтті ақшаң жетпей қалыпты ғой. Мә, ала қой. Рахмет, аға. Ой, бұл ақша қалтаңа салып қой жарайын ба? Менде тәтті сататын үлкен дүкен бар. Сол жақта көп тәтті берем саған. Жүрменімен барасың ба? Анау жақта қатты алыста жер емес. Күшті ондасың маған, қазір әкеп бересіз бе? Мен анау жерде анамның қасында боламын. Ой, қой, мен білмеймін ғой сен қандай тәтті жақсы көретініңді. Қазір бірге барайық, сосын таңдап аласың. Сосын мен сені ананың жанына әкеп тастаймын ғой. Жарай ма? Жоқ, мен танымайтын ағалармен ешқайда бармаймын. Неге? Жаңағыда теледидардан танымайтын ағалармен ешқайда бармасын деген. Кел, екеуміз танысайық. Жоқ. Кел, жүр. Жоқ. Ей, Жоқ. жүр. Көмектесін мен. Жүр. Еске шығып кеткенсің бе? Жүр. Жаңғырандыр жігіт. Жүр. Ала, несі жатсыз? Я, аға! Атан, несі Мама! Көмектесіңдер! Мама, қайдасың? Бұлдар қарай. Күттіп саған. Диана! Баласын қараусыз қалдырған ата-ана да қылмысқа жауапты.